Сәлем балалар, келіңдер, қызықты оқиға тыңдайық. Руттың көңіл күйі нашар болды. Маргарет әпке оны жаман қылығы үшін жазалап, кешкі ас берместен төсекке жатқызды. Филипп әпкесінің бөлмесіне білдірмей кіріп келді. Рут, бұл саған. Мен мұны білдірмей, қалтама салып алдым. Рут өте аш еді. Ол сэндвичті алып, тістеп алды. Филипп, мен жақсы болғым келеді. Бірақ, неге мен бұны істей алмаймын? Білмеймін. Сен ренжімеуге тырысуың керек. Сонда ашуланып сөйлемейсің. Маргарет әпке мейірімді әйел. Ата-анамыз Үндістанға елші қызметшілер ретінде кеткенде, ол бізді қабылдады. Рут күрсініп, сэндвичнен тағы бір тістеп алды. Кенеттен Маргарет әпкенің келе жатқаны естілді. Филипп бөлмесіне жүгіріп барып, тіпті шешінбей, асығыс көрпенің астына жата қалды. Қайырлы түн, Филипп. Қайырлы түн, Рут. Қайырлы түн, Маргарет әпке. Рут ұйықтап қалған кейіп танытты. Келесі күні таңертең Филипп демалыс күндеріне жоспарлар құра бастады. Біз Уилден орманын зерттейміз. Бәлкім бүгін бұлақ бойында балапандар жұмыртқадан шыққан болар. Біз лашық саламыз. Ол біздің тірі табиғатты зерттейтін нағыз орталығымыз болады. Рут бұл жоспарға қатты қуанды. Балалар орманға тар жол арқылы жүрді. Рут Теннер мырзаның қой отарына қарап тоқтап қалды. Оның қасына кішкентай қозы жақындап, қолын жалады. Жетім қозы болғандықтан, ол кейде отардан қашып жүретін. Рут, жүр, біздің уақытымыз жоқ. Олар лашық салу үшін ең жақсы орынды тапты. Рут бұтақтарды жинады, ал Филипп олардан лашық жасады. Олар күн сайын өздерінің құпия жерлеріне келетін. Бір күні Рут үйде қалып, жуылған киімдерді жаюға мәжбүр болды. Ол мұны істегенді мүлдем ұнатпады. Ол ашуланды, және кейбір жуылған киімдер жерге түсіп, былғанып қалды. Абайлап ілмейсің бе? Кешірім сұра. Жоқ, сұрамаймын. Сіз сондай жағымсыз әйелсіз, Маргарет әпке. Мен бұл туралы көптен бері ойлап жүрмін, Рут. Мен сені интернатқа жіберемін. Онда мен қашып кетемін. Рут ашуланып, үйден қашып кетті. Қайда бара жатқанын өзі де білмеді, бірақ Маргарет әпкенің сөздері оның соңынан ергендей болды. Мен сені интернатқа жіберемін. Онда мен қашып кетемін. Мен сені интернатқа жіберемін. Онда мен қашып кетемін. Қашып кеткен қызбен не болғанын келесі шығарылымда білетін боласыңдар. Жақында кездескенше балалар, менің атым Әлия.